Бердібек Соқпақбаев, балалық шаққа саяхат. 1-2 сол аяқ. Күз колхоз жұмысының аса әбігер қарбалас кезі. Бір жағынан шөп орылып бітпей, екінші жақтан ал мені ора баста деп қабаттасып астық піседі. Орылған астықты басу, тазалау 15 шақырым жердегі загот зерноға арбамен, көлікпен тасу. Зяб жырту. Қолдағы азын аулақ малды қыста қырып алмасы үшін жылы қоралар салу. Жұмыс көп, адам аз. Бір жұмыс қабаттасып, нашар елдің есін шығарады. Трактор, комбайн секілді қуатты машиналар ол кезде жаңа пайда бола бастаған. Жұмыс түгел дерлік қол күшімен істеледі. Күш көлігі және жеткіліксіз. Қолда барад, өгіздің мойнынан қысы-жазы қамы түспейді. Арқасынан ер түспейді. Шетінен арақ, шетінен көтерем. Салақтатып сөмке асынған өкілдер келеді. Екпіндерімен өрт өшіргендей пәлен жұмыс неге бітпей жатыр, пәлен күнде бітірмесең қырам, жоям деп келеді. Жұрт жұмысқа таң қасқадан шығады, түнде бірақ қайтады. Ай жарықта жұмыс түнімен тоқтамайды. Жеке меншіктің ат өгіздері колхоз жұмысына түгел алынады. Соқаға құлынды бие, бұзаулы сиыр жеккен күндер болған. Буаз биелердің зорыққаннан адамша шыңғырып, тікесінен тік тұрып құлын тастаған өз көзіммен көрдім. Ауыл үстінен ат мінген жолаушы өтіп бара жатса, атын аударып алатын күндер болған. Көлік жағы әлгендей болғанда, соқа сайман жағы тіптен сорақы. Қамыт, доға, ершіл, постремка, дағар секілді нәрселер мүлдем жетіспейді. Колхоз председателі, бригадирлер, ауыл совет қызметкерлері үйден үйге қыдырып, жіп, шу, киіз, тулақ, ноқта, жүген, дағар жинайды. Оған да болмаса, сен ананы тауып бересің, сен мынаны тауып бересің деп түтін басына салық етіп салады. Сумка асынған, шадыр көз Сарманов өкіл менің көз алдымнан кетпейді. Үлкен түгіл одан бала-шаға да қорқып қалтырап тұратын. Маңайындағы елді Сарманов қырып кете жаздап жүреді. Екі сөзінің бірі жаусың, колхоз жұмысына зиянкессің, атам, шабам, айдатам, шаш ал десе бас алатын әлгіндей әпербақан өкілдерге, әй батыр бұның қалай деп бетіне тура қарайтын адам ол кезде санасы жаңа оянып келе жатқан ауылда сирек еді. Суырдың айғырындай шақ-шақ еткен Сарманов бір күні сабақ уақытысында қамшысын бүктеп ұстап класқа кіріп келді. Тері тужурка, тері кепке киген. Галифе шалбардың құйрығына ер қашап тозбас үшін тері қаптатып алған. Бойы шағын, жуантық, бұлтиған қозы қарны бар шәнтік адам. Қарасұр өңінің қабағын үнемі түйіп алады. Біз сыйлағаннан бұрын қорқып дүр етіп түрегелдік. Сармановтың жақсылық алып келмейтінін білгендейміз. Ол Сағатбайға жақындап бізге бір қырынан тоқтады. Так, сабақ бүгіннен бастап тоқтатылады. Мына мырқымбайларды күнде таңертең масақ қалып барасың, масақ тереді. Қарсылық айтуға Сағатбайда шама жоқ. Оқу тоқтап біз масақ теретін болдық. Жүнісбай класком Сармановтан бетер шақылдауық. Таңертең ең бір тәтті ұйқының құшағында жатқан кезде терезені өрт шыққандай тақ-тақ ұрып оятады. Өзінде ұйқы деген жоқ па білмеймін. Қаңқылдаған дауысы миыңды найзаша тесіп өтеді. Тұрмасқа лажың жоқ. Апыл-ғұпыл киініп, болмашы бірдеңені қарынға салып алып, ұйқымыз әлі ашылып болмаған қабақпен кіржиіп үйден шығамыз. Түскі азыққа бір бөтелке арпа көже құйып құшақтап алғанбыз. Жүнісбай үй-үйді кезіп бір бала қоймай жинайды. Бойымызға қарай тізіп сапқа тұрғызады. Жұмысқа саппен апарып жүреді. Команда беруші өзі. Еңсемізді түзу ұстап, аяғымызды дұрыс алып жүрмесек пәле қылады. Әріпбай, көтер еңсеңді. Әбек, есінеме, ұлдақан, қалма. Төсектен ұйқы қанбай тұрғандықтан біз оңайлықпен сергей алмаймыз. Аяғымыз түзелмей бұзыла береді. Қане жүріңдер, дейді Жүнісбай. Жамыраған қозыша дүрлігіп бірімізден біріміз озып араласып кетеміз. Тоқтаңдар, тоқтаймыз. Әрқайсымыз өз орнымызды табамыз. Қашан аяғымыз түзелгенше Жүнісбай бір орында тұрғызып жер тепкілетеді. 1-2 сол аяқ. 1-2 сол аяқ. Күлайхан, сол аяқ қайсы екенін білмейсің бе? Түзе аяғыңды. Тоқтаңдар. Қайта бастаңдар. 1-2 сол аяқ. Сол аяқ. Прям шагы, марш. Әлгіден гөрі сергіп қалғандаймыз. Қане, өлең айтыңдар. Мәлік баста. Мәлік ересек қыз. Әрі әнші, әрі биші. Тартынбай бастай жөнеледі. Ленин біздің атамыз. Саясында жатамыз. Қарсы келген дұшпанды қақ жүректен атамыз.
Жамырап кеттіңдер, жамырамай жөндеп айтыңдар, дейді Жүнісбай. Және бір өлең басталады. Біз жастар жұрттың таңына тұрамыз, дұшпанды су түбіне батырамыз. Еңбекші ел қызыл туын тіккен жерге кедейдің бар баласын шақырамыз. Қайырмасы. Ахау, социализм, коммунизм, жасасын жер жүзінде ленинизм. Бойым кішкене болғандықтан менің орным саптың арт жағында. Бұған қорланамын. Алға таман тұруды арман етем. Сапқа тұру басталғанда өкшемді көтеріңкіреп немесе жердің төмпегін пайдаланып қалуға тырысамын. Әсіресе қыздардан да кейін тұру намысымды шоқтай қаритын еді. Майраның бойы менімен шамалас. Сапқа екі-екіден тұрғанда ол менімен қатарласып қалады. Бұл кезде алғарақ тұруды арман етпеймін. Қолына қолым тиісіп, Майрамен қатар жүру ол мен үшін бақыт. Мен қу тілді тықылдаған пысық бала болдым. Сабақты тәуір оқимын. Тыз етпе жеңілтек әрі шатақ құмар едім. Біреумен дос болуымды, араз болуымды теп-тез. Кекшілмін. Біреуден таяқ жесем, ызадан өле жаздаймын. Күндіз түні өш алудың жолын ойлаймын. Дене шынықтыру сабағын өте сүйетін едім. Жүгіру, секіру, суға малту секілді өнерден ешкімге есе жібермеймін. Сұмдық намысқой едім. Жұрттан кем болуды дүниенің қорлығы санаймын. Үйдегі елден ерек кедей тұрмысқа қорланам да, әкем мен ағаларымның жұрт қатарлы бола алмаған үшін ызаланамын. Үстімдегі киімдерім нашарақ, Жанбосынша қатып киініп жүруді арман етем. Ауылдағы бірден бір сылқым киінетін бала Жанбосын, Батырқанның баласы болып тумағаныма өкінетін едім. Біз жаз бойына аяғымыз күс-күс болып жалаң аяқ жүргенде Жанбосын бәтеңке киіп жүреді. Бәтеңке болғанда қандай? Өкшесі мен табанында сәнді бедері бар. Дымқыл жерге мөр басқандай боп сайрап ізі түсіп қалады. Жанбосының аяғындағы бұжыр табан бәтеңкеге мен қатты қызығамын. Шіркін, осындай бәтеңкем болса деп арман етем. Көктем шыға бастағаннан қашан қар жауғанша менің аяғымның өз киімі өзінде. Үнемі жалаң аяқ жүргендіктен табан сүйел боп қатып қалады. Оны-мұны тікен кірмейді. Кейде тоғайдың арасымен елікше орғып келе жатқанда қарағаштың сояудай мықты шөңгесі май өкшеге кірш етіп кіріп кететіні бар. Қара тікенің уыты жаман болады. Миыңнан солқ етіп бір-ақ шығады. Ойбай деп мықшиып отыра қалып, садақтың оғындай боп қадалып тұрған тікенді күшпен суырып аласың. Бәлекеттің орны енді одан жаман ашиды. Бірақ оған қарап жатуға мұрша жоқ. Озып кеткен балалардың соңынан ақсаңдай жүгіресің. Біраздан соң ақсау басылады. Табанға тікен кіргені естен шығады. Жаз бойы жалаң аяқ жүрген аяқ крокодилдің терісіндей қара бұжыр болады. Үсті шыт-шыт жарылады. Ол жарық тереңдеп қан шығады. Су тисе ашып, жаның көзіңе көрінетін болады. Шешем байғұс емдейді. Емнің түрі мынадай: жатарда қара бұжыр аяқты ашық қара сабынмен тырнап отырып жуады. Сосын қалың етіп сүттің кілегейін немесе вазелин жағады. Тілім-тілім жарықтар майды қанша сылап жақса да жұтып ала береді. Ашығанның көкесін осыдан соң көресің. Босанатын әйелше бебеулеп зар жылайсың. Бірақ ертесіне аяғың тәуірленіп қалғанын көріп қуанасың. Тәуір аяқпен қатарға тағы да келіп тұрасың. Жүнісбай команда береді. 1-2 сол аяқ. 1-2 сол аяқ. Жердің бұрқ-бұрқ еткен шаңын енді жігерлене тебесің.